Хамет ханым Битюльдің Каппадокияға келгенін біліп, оны үйіне қонаққа шақырады. Барлығы тамақ ішіп отырған кезде Битюль кішкентай баланың даусын естиді. Бұл кім деп сұрайды. Юсуп кішкентай баласының бар екенін білдіргісі келмеген еді, бірақ амалсыздан айтуға мәжбүр болады. Битюльді баласымен таныстыруға әкеледі. Битюль баланы қолына алады. ДНК тестін жасаттың ба? Бұл расымен де сенің балаң ба деп сұрайды Юсуптан. Юсуп әрине жасаттым, жақында дайын болады дейді. Юсуп пен Битюль қайтадан кетіп қалады. Сондықтан да бала Юсуптікі болып шықсын деп Құдайдан тіле дейді. Әйтпесе екеумізді бұл үйден қуып шығады. Битюль Хамет ханымдармен қоштасып кетіп қалады. Юсуп Битюльмен бірге кетеді. Екеуі кафеде бұрынғыларын еске түсіріп әңгіме айтып отырады. Юсуп Битюльді сүймекші болған кезде қыз, мен бұрынғы жаралардың бетін қайтадан тырнағым келмейді деп кетіп қалады. Юсуп үйге қайтып келеді. Диванда Хаваның ұйықтап жатқанын көреді. Хаваға қарап тұрады, оны қанша оятқанымен қыз да тұра қоймайды. Юсуп Хаваның бетінен сипалайды, сөйтіп жайлап оның үстін жауып кетіп қалады. Юсуп кеткеннен кейін Хава көзін ашып күледі. Ол Юсуп келген кезде өтірік ұйықтап қалған екен. Ертесі күні кешке Ханжу оғлылар, яғни Юсуптың отбасы ауыл адамдарына үлкен ауызашар жасап береді. Ауызашарға қонақ болғандықтан Битюль де келеді, бірақ Битюль бұл көпшілікті ұнатпай, Юсупке тезірек кетейікші деумен болады. Юсупке Битюльдің бұл әрекеті ұнамай қалады. Ол Хаваны көріп қалады. Хава үлкен кісілерге тамақ беріп, көпшілікке көмектесіп жүр екен. Юсуп Хавадан көзін алмай қарап отырады. Оны Битюль байқап Хава жаққа қарайды. Жүнейт түрмеде отыр. Ол досына мені полицияға ұстап берген кімдер екенін анықта деген еді. Досы түрмеге келеді. Кімнің қоңырау шалғанын жақында білетін боламыз дейді. Хамет ханым кітап қарап жүріп, Игеттің Мюниберге деген жазған хатын кітаптардың арасынан тауып алады. Хатты оқиды. Хатта Игет Мюниберге деген өз сезімін білдірген екен. Ал топырақ күйеуінің өзін алдап жүргенін біліп қояды. Мюниберді үйіндегілері басқа жігітке күйеуге бермекші еді. Сондықтан олар Игет екеуі үйден қашып кетпекші болады. Мюнибер мен Игеттің махаббаттары туралы біліп қойған Хамет ханым екеуі қашып баратқан жерлерінен ұстап алады. Хавва саяжайдағы үйде әдемі етіп дастархан жайып, тәтті тағамдар жасап Юсупты күтіп отырған еді. Юсуп келеді, бірақ ол жалғыз емес, жанында Битюль бар екен. Саяжайдағы үйіне Юсуп ешкімді кіргізбейтін, бүгін Битюльді алып келіпті. Бірақ Юсуптың көзінен Битюльді ертіп келгені үшін Хаввадан ыңғайсызданып тұрған сияқты. Сонда Юсуфке шын мәнінде кім ұнайды, Хавва ма әлде Битюль ма?